Қайырлы күн, құрметті достар. Саналы Talks онлайн интеллектуалды кешіне қош келдіңіздер. 2016 жылы басталған жоба 4 жыл ішінде көптеген тақырыптарды қозғауымызға мүмкіндік берді. Спикерлер өзінің ойын ортаға салды, идеяларымен бөлісті. Жалпы айтқанда, үлкен ашық платформаға айналды десек, артық айтқандығымыз емес. 2015 жылы жастар отанға деген біздің бағдарламамыз қабылдаған кезде 2015 жылы біз осындай бір бағыттарды қойғанбыз. Жастар саясатындағы өзгерістерді енгізуге бағытталған. Волонтерлік қозғалыстарды нығайту, волонтерлік қозғалыстарды дамыту, волонтерлар туралы заңды қабылдау деген сияқты. Енді 5 жылдық біздің сол жобаның қорытындысын шығарып жатыр. Қазір қарап жатырмыз, волонтерлік қозғалыс соңғы 3 жылда заңы да қабылданды, волонтерлік ұйымдардың саны да көбейді, қаржыландыру да көбейді деген сияқты. 2016 жылдан бастап бізде осы волонтерлік туралы заң қабылданды, содан бастап бізде волонтерлік туралы ойлар, пікірлер қалыптаса бастады халықтың арасында, жастардың арасында. Содан бастап бізде былайша айтқанда волонтерлік ұйымдар, қозғалыстар құрыла бастады. Шынымен жаңа Уәлиханның айтқаны рас, бізге универсиада мен экспоның кезінде үлкен тәжірибе болды. Волонтерлік айналысып 2 жылдан асты. Және осы 2 жылда біз көптеген тәжірибе жинадық. Мысалы, біз әр қалаларға шыққан кезде басқа волонтерлерден тәжірибе алмасамыз, өзімізді дамытамыз ары қарай. Және осы біз ай сайын біз психологтармен және басқа да мамандармен бізге семинар өткіземіз, солармен өзімізге зор тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Армысыздар, бүгін Жастар саясат мәселелері басқармасының қолдауымен Саналы Talks жобасының кезекті жобасы. Бүгін бізде тақырыбымыз волонтерлік мәдениет деп аталады. Бүгін бізде қонақта Жамбыл облыстық жас ұланның төрағасы Уәлихан Болатбек ағамыз, және де Асыл Мұра фронт офисінің жетекшісі Абдуалиева Арайлым, және де жас волонтер жігіт Жібек жолы жастар волонтерлік қозғалысының жетекшісі Аслан Төлеухан. Олай болса, енді бүгін сіздерге жалпы қозғалатын, талқыланатын тақырыбымыз волонтерлік мәдениет деп аталады. Әрқайсыларыңыз өз ойларыңызды жалпы волонтерлік жайында қандай жұмыстар атқарылды, өз позицияларыңызды айтып шықсаңыздар, бірнеше сөз кезегі Уәлихан аға сізге беріледі. Енді тақырып бір қызық алынған екен. Волонтер деген сөздің өзін біз соңғы бір 3-4 жылда үлкен бір қарқын алып келе жатыр ғой. Енді өте қуаныштымын. Соның ішінде біз уже ішіне кіріп жатырмыз деп ойлаймын. Әрбір волонтердің жүріс-тұрысы қандай болу керек, мәдениеті қандай болу керек, ол тұрғындармен қалай қарым-қатынас орнату керек деген сияқты. 2015 жылы жастар отанға деген біздің бағдарламамыз қабылдаған кезде 2015 жылы біз осындай бір бағыттарды қойғанбыз. Жастар саясатындағы өзгерістерді енгізуге бағытталған. Волонтерлік қозғалыстарды нығайту, волонтерлік қозғалыстарды дамыту, волонтерлар туралы заңды қабылдау деген сияқты. Енді 5 жылдық біздің сол жобаның қорытындысын шығарып жатыр. Қазір қарап жатырмыз, волонтерлік қозғалыс соңғы 3 жылда заңы да қабылданды, волонтерлік ұйымдардың саны да көбейді, қаржыландыру да көбейді деген сияқты. И біздің Қазақстандағы волонтерліктің бір дамудың бір үлкен бір үлес қосқаны бұл экспо мен универсиаданың Қазақстанда өтуі волонтерлік қозғалыстың бір алға қарай қадам басуына үлкен бір септігін тигізді деп айтуға болады. Енді жалпы пандемияның кезінде біз елімізде осы волонтерлардың жұмысына, волонтерлардың еңбегіне өте қатты мұқтаждық білінді. Ең бірінші болып қадам басқанда, қадам жасағанда осы волонтерлік ұйымдар, өйткені жас болды, ішінде шынымен елге, жерге жаны аситын жастарды біз көп волонтерларды осы уақытта көрдік. Енді біз жас отан жастар қанаты осы пандемия кезінде бүкіл волонтерлардың бір ошақта бірігіп жұмыс жасауына үлкен бір қалай дейді, жұмыстың барысын ұйымдастырдық. Сол кездегі байқаған тұстарымызды айтуға болатын шығар. Біз бір сол волонтерлардың мәдениетіне байланысты айтатын ой, бірде-бір волонтер барған жерінде мен мына жерге бармаймын, уже жаман, немесе мен тек қана мынау іште тек қана азық-түлік дайындайтын жерде, тыныш жерде отырайын деген бірде-бір волонтерден ондай әңгіме естіген жоқпыз. Бұл шынымен волонтердің бір біз айтамыз ғой, қайырымдылық бағытында жақсылық жасауға ұмтылған жастарға саның көп екендігі, немесе ол кісілердің бір қадам жасағысы келетіндігі, мәдениетінің шынымен жоғары екендігіне біз мән бердік. Енді бірең сараң ішінде болды. Бұл адамның бір жеке бір қалыптасуындағы бір рөлдар шығар. Бір топтық жүрген кезде бір әзілдесіп, немесе бір
волонтерға жатпайтын бір әрекеттер жасауы ол шынымен болды. Енді біз былайша қарап отырмын, жаңа сайлау кезінде де біз жұмыс жасадық. Осымен 5-ші сайлау екен, мен волонтерлық штабты басқарып келе жатқаныма. Ол кезде де облыс бойынша бір 200-300-ге таман волонтерлар жұмыс жасайды. Ол кезде тұрғындармен қарым-қатынас орнату, әрбір үйге бару, әрбір үйдің атмосферасына кіру, оған бір керекті мағлұматты жеткізу, апару деген сияқты мәселелерде біз үлкен жұмыс атқардық. Соның барлығының әсері шығар. Қазіргі таңдағы біз жалпы облыста, енді басқа облыстарды білмеймін, облыста волонтерлардың тапшылығын көріп отқан жоқпыз. Ал бүгінгі біздің қозғап жатқан мәселеміз ол екінші мәселе. Бұл екінші мәселеге біз бұл бір қадамдар арқылы келеді. Мәдениетті волонтер деген сөздің өзі бір жақша ішіндегі әңгіме да. Ол қандай болу керек деген сұрақтың өзіне жауап беру қиын. Өйткені жалпы волонтер деген сөздің өзі көп сұрақтарға жауап беріп қояды. Оның бойындағы қасиеттерді талқылау, оған жету үшін біз бір болашақ 5 жылда оған кеп қалатын сияқтымыз. Ол үшін қоғамдағы өзгеріс енгізу керек. Біз білеміз ғой, мысалы Европада ана бір жас қыздың атын ұмытып қалдым, бүкіл парламентке барып сөйледі, экологиялық мәселелерді көтерді. Бізде оған әлі жеткен жоқпыз. Бізде волонтер деген адамды әлі де бір төменгі бір таптың өкілі, ол бір міндетті адам сияқты көреді да, и ол тек қана бір жастар істеу керек бір дүние болып есептелетін сияқты. Ол нәрсеге біз білеміз ғой, волонтер деген мысалы экспода да, универсиада да, басқа мемлекеттерде өткенде қарасақ, тек қана жастар емес, оның ішінде бүкіл қоғамның өкілдерін қамтиды. Оқушыдан бастап зейнеткер кісілерге шейін волонтер болып өз жұмысын жасап жүрді. Енді сол қоғамға біз жету үшін, мен ойлаймын, біз енді қазір жастар отанғаның 25-ші жылға дейінгі бағдарламасын қабылдап жатырмыз ғой. Жақында ғана Әулиеата жастары деген өзіміздің өңірлік бағдарламаны қабылдадық. Соның барлық негізінде жастардың саяси сауаттылығын арттыру, жастардың белсенділігін арттыру, оның ішіне волонтерлық қозғалыстарды дамыту және волонтерлардың санын көбейту. Біз бір түсінікті қалыптастырғымыз келіп жатыр да қазір. Біз жалпы мынау кез келген бір облыстағы бір мәселе болса, қайырымдылық шара болсын, жалпы бір кез келген бір нәрсе болса, жастарға жауапты қылып қояды да, жастар жауапты. Кеше ғана бір қызық ақпарат естідім, мынау Қаратау ауданында болған, Талас ауданында болған жағдай, бір ауылдық округте ұлтаралық бір қарым-қатынас деп бір ақпарат шықты, екі жақ бір-бірімен келісе алмаған жастар. Соның негізгі түпкі мәселесінде ең соңында жастар орталығы кінәлі болып шығыпты да. Енді бір күлкілі жағдайда парадокс. Және сондай қарадым да, ақпараттарды қарап сөйтсем, көп жағдайда бір қоғамдағы бір кикілжің мәселелердің соңында осы кінәлі жастармен жұмыс жасайтын ұйымдар негізгі мәселесі мүлдем бөлек кетті. Оныңшы сол сияқты қазірде біз қоғамда мысалы пандемия кезінде біз байқадық та, азық-түлік таратып жатыр волонтер, қарапайым өзі келді, таратты, бірақ қоғамда жатқан барлық мәселеге волонтер кінәлі сияқты да, өйткені сол кісілерден бүкіл ішіндегі өкпе назын алып жатқан біз орталарды көрдік. Ол да бір сол жердегі волонтерлардың оған пікір айтпауы, біз оларды алдын ала мысалы оқытып үйреткенде, мысалы жеке басына қол соғуға шейін барған отбасыларды білеміз біз. Бүкіл өзінің ішіндегі агрессиясын сол келіп тұрған волонтерден алып отыр да. Ол да бір қиын нәрсе. Бірақ соның барлығына көніп, соның барлығында жеке бір ішіне қабылдамай, қоғамда барынша позитивті жүруге талпынып жүрген осы біздің волонтерлардың жалпы мәдениетін осы бір себептерге қарап біз жоғары деп бағалауға толық негіз бар деп ойлаймын. Рахмет сізге. Жалпы енді біздің елімізде не болмаса басқа біздің облыста қандай да бір жағдай болып жатса, ең бірінші болып бастап алып, осы Black-Swan кірісетін өздеріңіз, сол үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет сізге. Келесі қарай өзіңіздің ойыңыз осы волонтерлық мәдениет жайында. Енді волонтерлық мәдениетті қалыптастыру, волонтер ұғымы, былайша айтқан кезде біз волонтерлық қызмет екенін, волонтерлық екенін біз бұған дейін білген жоқпыз. Ол бұрыннан біздің ата-бабамыздан келе жатқан дәстүрлерімізді волонтерлық қылып қарауға болады. Оның бірі мысалға мынау асар тәсілімен үй салып беруші еді ғой, кезінде біздің ата-бабаларымыз ауылды жерлерде үй салған кезде көршілердің барлығы көмекке келіп шатыр жабысып, иә, баяғыдан бар. Ол бізде тек қана аты ғана өзгерді, волонтерлық қызмет деп. 2016 жылдан бастап бізде осы волонтерлық туралы заң қабылданды. Содан бастап бізде волонтерлық туралы ойлар, пікірлер қалыптаса
қалыптаса бастады халықтың арасында, жастардың арасында. Содан бастап бізде былайша айтқанда волонтерлық ұйымдар, қозғалыстар құрыла бастады. Шынымен жаңа Уәлиханның айтқаны рас, бізге универсиада мен экспоның кезінде үлкен тәжірибе болды. Сол уақытта біз біраз волонтерларды тарттық, солардың арқасында біраз волонтерлар жұмыс жасады. Енді биылғы жылы волонтер жылы болғаннан кейін, былай қарап отырсаң, қазіргі таңда бізде Жамбыл облысы бойынша 13 волонтерлық ұйым жұмыс жасап жатыр волонтерлық қызметпен. Оның ішінде бізде әр ауданымызда волонтерлық ұйымдар құрылды. Оның тек қана барлығын жастар ғана деп айта алмаймыз. Қазір бізде волонтерлық бағыт бойынша корпоративті волонтерлық деген бағыттар пайда болды. Олар бізде жасы жоғары кісілер, үлкен кісілер өздерінің еріктерімен көмек беріп жүрген азаматтарды айтамыз. Ол бағытта бізде Жамбыл облысында енді қадам басып дамып келе жатыр. Бірақ бұған дейін болды, бірақ ол бізде корпоративті волонтерлық деп аталмайтын. Енді мынау биыл волонтер жылы болғаннан кейін солай атала бастады. Одан жаңа айтып жатырмыз ғой, волонтерлық мәдениеттілік деп. Расымен де бізде волонтерлық ұйымдардың ішінде волонтерларымыз өте белсенді, кез келген іс-шаралар болсын, жаңа көмек қажетті орындардың барлығына өздерінің инициатива дейміз ғой, өздері білдіреді, өздері барады, өздері көмек көрсетеді. Тек қана дұрыс бағдар беріп отырмыз біз оларға қазіргі таңда. Шынымен де пандемияның кезінде біраз азаматшалар болды, біздің волонтерларға біраз ауыр сөздер айтылған кездер болды. Сол сәттердің өзінде мәдениеттілікті сақтап, өздерінің мәдениетті екендерін көрсеткен біздің қаншама волонтерларымыз бар. Енді былайша қарап отырсаң, ол ұғым бізде барынша баяғыдан бері келе жатқанымен, енді қазір түсініп келе жатырмыз ғой, волонтерлық қызмет деген. Жай ғана, мысалға дәріхананың алдында тұрып, есікті ашып берудің өзі ол волонтерлық қызметке жатады. Шетелдерде қазіргі таңда өте жақсы дамып кеткен волонтерлық ұғым. Бізде мынау экспода қызмет етіп келген волонтерларымыз айтады ғой, жаңадан келген кезде олар өте үлкен ерекше мәдениетті көріп келдік дейді. Ол жақтың енді өздеріңіз білесіздер, экспода қаншама шет мемлекеттер келді, олар сол жақта сол шет мемлекеттердің волонтер қызметін атқарды, сол кездегі көрген өздерінің оқиғаларын айтады, сол жақтың мәдениеттілігін айтады. Соған қарап біздің волонтерлар да өздері біраз мәдениетті үйреніп келді сол жақтан. Енді биылғы жылы біз өзіміз 21 жоба жүзеге асырдық осы волонтерлық бағыт бойынша. Жылдық жоспар бекіттік, сол жоспардың аясында қазіргі таңда біз 80%-ын орындап қойдық. Осы уақытқа дейін оның барлығы орындалуы, осының бәрі жетіп жатқанның барлығы осы волонтерлардың арқасы. Волонтерлардың өздерінің жобалары бар, бағыттары бар. Бізде тек бір-екі ғана бағыт жақсы дамыған. Бізде ол біріншісі жаңағы әлеуметтік бағыт және мәдени бағыт. Мәдени бағытқа ол мәдени іс-шаралар ұйымдастыру, әлеуметтік бағыт деп айтып жатқанымыз қайырымдылық бағыттар. Қайырымдылық бағытта жұмыс жасап жатыр волонтерларымыз. Бірақ бізде туризм бағыты бойынша волонтерлардың дамыту керек. Одан бөлек медиа волонтерлық қызмет дейміз, соны дамыту керек. Спорттағы волонтер дейміз. Бірақ спорттағы волонтер бізде қалай, тек қана үлкен бір универсиада или болмаса жаңағы спорттық жарыс өтетін кезде ғана біздің волонтерлар қажет болады да, сол жердегі волонтерлық қызмет көрсетеді, қалған уақытта олар уже былайша айтқанда тыс қалып кетеді. Сол себепті бізде волонтерлықтың басқа да бағыттары бар. Сол бағыттармен ары қарай бізге жұмысты жүргізу керек. Биылғы жылы осы волонтер жылы деп аталғаннан кейін бізде Казволонтер платформасы іске қосылды. Ол платформада бізде Жамбыл облысынан 480-нен астам волонтер тіркелді. Қазіргі таңда әр волонтердің өзінің жұмыс істеген сағатына қарай жалақы төлеу бізде жоспарланған болатын биылғы жылы. Бірақ мынау пандемияның кезінде бұл жоспарлар сәл кейінге шегерілді. Осы айдан бастап бізде платформаға жаңа жобаларды тіркедік. Сол жобалардың арқасында болашақта студент жастарға бұны жалақы демейміз, бір шетінен жаңағы әр өткізген уақытына жол кіресі дейміз, азық түлігіне керекті қаражат ретінде, өтемақы ретінде төленетін болады. Әр волонтерға жобаға қатысқаны үшін бұл бізде Казволонтер платформасы арқылы жүзеге асатын болады. Қазіргі таңда біз 4 жобаны тіркедік. 4 жобада осы желтоқсан қараша айының 20-сына дейін жобаларды бітіріп, жаңағы студенттерге өтемақы төлеуді жоспарлап отырмыз. Одан бөлек, мысалға, мынау бізде Жібек жолы жастары қозғалысы жаңадан бізде
жоба бастады десек болады. Енді экологиялық акциялар көптеп өтеді ғой, бірақ бұл акция маған өте қатты ұнағаны, бұл менің қоқысым емес, бірақ бұл менің қалам деген акцияны бастады. Бұл акцияны волонтерлар ұйымының жетекшілері және өздері қабылдады. Қазіргі таңда мынау бізде 5 микрорайон мен 11 микрорайон ортасында Әулиебұлақ деген бар екен Тараз қаласында. Сол жерде өздері барып, әр ай сайын сол жақты жинап, қоқыстарын арнайы қоқысқа тастап жатыр. Одан бөлек мынау пластикалық ыдыстарды жинау бойынша волонтерлық қозғалыстар өздері тағы экологиялық акция ұйымдастырып жатыр. Ол да бір шетінен біздің экологиямызға керекті деп ойлаймын, өйткені пластика өңдейтін жерлерге алып барып өткізіп жатыр. Және одан бөлек биылғы жылы бізде біргеміз білім бағыты бойынша 1000-нан астам жасты оқытты. Одан бөлек өркениет деген бізде қоғамдық бірлестік бар. Олар 20-21 жылдар оқу жылында 180 аз қамтылған көп балалы отбасыдан шыққан балаларды білім бергізіп жатыр. Тегін ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайды, кәсіптік білім беріп жатыр. Бұның барлығы былайша айтқан кезде өздерінің еріктерімен жасап жатқан волонтерлық қызметтер. Асыл мұра фронт офисі деп жатырмыз ғой, бағана бері бізде ашылған Асыл мұра фронт офисі биылғы жылы ашылды. Фронт офистің ұйымдастыруымен, өткізуімен бізде мынау Жамбыл облысы Жуалы ауданында Бақалы деген жерде бізде қазір археологиялық қазба жұмыстары жүргізіп жатыр. Ол жерде 2 және 4 ғасыр аралығында болған қалашық дейміз ғой, сол табылған болатын. Сол қалашыққа барып біздің волонтерлар археологиялық қазба жұмыстарына қатысты, экспедиция жұмыстарын жүргізді. 3 рет экспедиция ұйымдастырдық. Одан бөлек біздің мынау Байзақ ауданының волонтерлары, Жуалы ауданының волонтерлары, Жамбыл ауданынан, Тараз қаласынан және біздің өзіміздің облыста жұмыс жасап жүрген волонтерларымыз барып, экспедицияға қатысып, өздерінің үлестерін қосты. Ал енді мынау қамқор бағыты деп жатырмыз ғой. Біргеміз қамқор бағыты бойынша біздің волонтерларымыз қайырымдылық акцияларын, пандемияның кезінде білесіздер, қаншама маска тапшы болды, бетперделер дейміз, тапшы болған кезде өздерінің қолдарынан тікті, таратты. 90 мыңнан, біздің Жамбыл облысында 90 мыңнан астам бетперде таратқан екенбіз, былайша айтқан кезде. Одан бөлек күнделікті отбасыларға азық-түлік түскі астарын алып беріп отырды, карантинге жабылған үйлерді. Одан бөлек аз қамтылған, мүмкіндігі жоқ, жұмысқа шыға алмай қалған отбасыларға азық-түлікті қамтамасыз етті, алып барып беріп отырды. Оны Уәлихан да, Аслан да өздері сол басы қасында жүрді сол жұмыстардың. Одан кейін бізде Түркістан облысында болған Мақтарал қаласындағы апатқа байланысты волонтерларымыз Мақтаралға барып қайтты. Ол жерде де азық-түлікпен қамтамасыз етіп, қанша шаршап барса да сол жақта жүк тасып, қызметтерін өздерінің көрсетіп келді. Оның өзі де алыс жол ғой, бірақ соның бәріне шыдап біздің волонтерларымыз барып қайтты. Саулық бағытын алайық. Саулық бағыты бойынша бізде таза жүрек акциясы жүзеге асты. Бізде мынау кардиохирургиялық клиника бар. Сол жерде біздің медицинадағы волонтерларымыз барып, ауылды жерлерде оқудан өтті арнайы. Оқудан өткеннен кейін енді бастаймыз деп отырмыз. Ауылды жерлерге керуен жібергелі отырмыз. Ол жерде арнайы көліктер барып, жүрек қақтығыстарын арнайы аппараттармен, невропатолог маманы бар, терапевт бар, солармен бірге барып, ауылдағы халықты, қарапайым халықты тексеру жұмыстарына, скрининг жұмыстарын жүргіземіз деп, осындай қазіргі таңда жоспар құрып отырмыз. Одан бөлек бізде Жамбыл облысында биыл ең үлкен жоба деп айтсақ болады, асар тәсілімен үй салу. Одан бізде 465 жас волонтер жұмыс жасады, үй соғып беруге өздерінің үлесін қосты. Бізде 1000-нан асатын ауылды елді мекендер бар ғой, сол жерде үйі жоқ, немесе үйіне күрделі жөндеуді қажет ететін отбасыларға барып, осындай асар тәсілімен үй салып беру, немесе үйіне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп берді. Бұның барлығы волонтерлардың еңбегімен жасалып жатқан жұмыстар. Және 2019 жылдан бері бізде Қамқор әлеуметтік дүкені жұмыс жасап жатыр. Ол кезде бізде 11 дүкен болса, қазіргі таңда бізде 14 дүкен жұмыс жасап жатыр. Тараз қаласының өзінде 4 дүкен ашылды биылдыққа. Біреу бізде
осы Сулейманова көшесінің бойында орналасқан дүкен болса, келесі бізде мына Құмшағал, Залини дегендеріміз Тараз қаласына алшақтау, ол жақтың халықтарын бері қарай жетуі қиын болады деп, сол жақтардан өздеріне арнайы дүкен ашып бердік. Ол жерге енді облыс әкімінің өзінің көмегімен бізде конфискованный товарлар дейміз ғой, сол киімдерді облыс әкімі табыстады, сол киімдерді қазіргі таңда халыққа тегін таратып жатырмыз. 2019 жылдан бері салыстырған, былайша алып келгенде 42 мың тонна киім таратқан екенбіз. Рахмет, көп. Жалпы енді біздің жас волонтеріміз, Жібек жолы жастарының жетекшісі, волонтерлік қозғалысының Аслан. Өзін жалпы енді волонтерлік қызметте біраз іс-шараларда жүрсің. Осы бойынша өзің айтып кетсең. Саламатсыздар ма? Мен Жібек жолы волонтерлік қозғалысының белсенді волонтермін. Волонтер болғаныма 2 жылдан асты. Және волонтердің басты мақсаты ол халыққа көмек, қайырымдылық деуге болады. Біз 2 жылда көптеген тәжірибе жинадық волонтерлар. Волонтерство айналысып 2 жылдан асты. Және осы 2 жылда біз көптеген тәжірибе жинадық. Мысалы, біз әр қалаға барған қалаларға шыққан кезде басқа волонтерлардан тәжірибе алмасамыз. Өзімізді дамытамыз ары қарай. Және осы біз ай сайын біз психологтармен және басқа да мамандармен біз семинар өткіземіз, солармен бірге өзімізге зор тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Және осы біз карантин уақытысында волонтерлардың еңбегін көтердік, волонтер еңбегін көрсеттік. Неге баратындар, волонтер неге қажетті екенін бәрі көрсеттік. Мынандай жағдайлар кездесе ме? Сен мысалы үшін кейбір осындай волонтерлік қызметте жүрмейтін кейбір таныстарың, достарың, Аслан сен осындай тірлікпен айналысып жүрсің, мені де қасыңа тартшы, шақыршы деген секілді сондай. Иә, көп болады ондай. Өз еркімен келетін ерікті балалар бола ма? Иә, болады. Қосылайықшының қатарына қалай волонтер боламыз деген сұрақтар болады. Мысалы, жолда кетіп бара жатқан қоқысты алып тастаса, ол волонтерліктің қызметі, ол да мысалы волонтер саналады. Волонтер болу оңай, бірақ волонтер болып ерлік көрсету қиын. Алдағы мақсат біздің Жамбыл облысы бойынша және елімізде волонтерлік санын көтеру, жастар волонтерлікқа тарту. Рахмет, сіздеріңізге сәттілік. Жалпы қорытындылай. Әрқайсыларыңыз өз ойларыңызды енді білдіріп, жалпы болашақта қалай болады, осы бойынша айтып кетсеңіздер. Енді біраз нәрсені айттық қой, облыста жүзеге асып жатқан жұмысты айттық. Ең бастысы мынау волонтерларға керекті дүниені бере білу. Оларға көп нәрсе керек емес. Ең бастысы солардың жұмысын жүйелі ұйымдастыру. Әрбір шараларда алғыс айту, рахмет айту деген сияқты. Биылғы жылы мысалы халық алғысы деген арнайы медаль берілді. Соны жап-жас осы 20 жастағы волонтерларымыз алып жатты. Ол бір үлкен бір шынымен жалпы мемлекет басшысының тарапынан, жалпы басшылықтың тарапынан үлкен бір баға берілді деп ойлаймын. Дәл осындай волонтерларға осындай алғыстар үлкен бір мотивация береді деп ойлаймыз. Соны ұмытпау керек. Жалпы кез келген ұйым, кез келген мекеме волонтерлардың көмегіне жүгінген кезде сондай алғыстарды беруді ұмытпау керек. Мысалы, былтырғы жылы біз мынау төтенше жағдай департаментімен жұмыс жасадық. Шынымен ол кісілерге де волонтерлардың көмегі өте қатты мұқтаж ол кісілер. Өйткені жылда 10-15 жас жай ғана суға ағып кетеді. Немесе өрт сөндіру жұмыстары, немесе мына газ датчиктері бар, мынау қала сыртындағы жер үйлерде орналасқан. Соларға үгіт жұмыстарын жүргізуге, түсіндіруге, волонтерлардың жұмысына олар өте мұқтаж. Былтыр біз солармен жұмыс жасадық. Даже мынау біздің құқық қорғау органдарында іздеу жұмыстарында волонтерлардың көмегі әлі де қажет етеді. Соның барлығын жүйелеп түсіндіру осы біз сияқты жастар ұйымдарына, мынау жастар басқармасына, жастар ресурсының орталықтары міндеттері деп ойлаймын. Жалпы дұрыс бағыт бере білсек, істемеймін деген жас жоқ. Бәрі де өзінің бос уақытын сондай бір тиімді жұмыстарға жұмсауға дайын. Оның ішінде бағана біз айтып кеттік, спорттық шаралар болсын, үлкен-үлкен елімізде болып жатқан, жалпы облыста болатын барлық үлкен шараларға волонтерлардың жұмысы көрінбейтін жұмысты осы волонтерлар атқарады. Ол бағана біздің тақырыптың өзегі ретінде айтуға болады. Шынымен мәдениеті, білімді, мықты жастарымыз көп болсын деп тілейміз. Өйткені сол жастардың еңбегінің арқасында көп жұмыстар бітіп жатыр.
және осы бір темптен тоқтамау керекпіз. Жаңа Асланның сөзінен де естідік қой, өте үлкен күш, бұл кісілер осы күшті дұрыс бағытқа жұмсау, ол үлкен бір нәтиже береді деп ойлаймын. Рахмет ойыңызға. Иә, шынымен де қазіргі таңда көрінбейтін жұмыстың барлығын біздің қазіргі волонтерларымыз атқарып жатыр. Оларға алғыс білдіруіміз керек. Бізде биылғы жылы ауданды жерлерде, ауылды жерлерде жұмыс жасап жатқан қаншама волонтерларымыз бар. Облыс әкімінің, одан кейін қала әкімінің, аудан әкімдерінің алғыс хаттарымен құрмет грамоталарына біз волонтер жастарды ұсынған болатынбыз. Сонымен қоса 180 волонтерді біз марапаттадық, алғыс білдірдік. Бірақ енді ол бізде төтенше жағдай кезінде жұмыс атқарған волонтерларға табыстаған болатынбыз. Волонтерлық бізге қызмет қажет, өте қажет. Біз оны әрі қарайда дамытуымыз керек. Бізде халықтың санасын сәлде болса өзгерді, бірақ әрі қарайда өзгертуіміз керек осы волонтерлардың көмегімен. Волонтерлардың мәдениеттілігін біз әрі қарай арттыруымыз керек деп ойлаймын. Рахмет. Аслан, енді өзің жалпы бір өзің секілді жастарға бір үндеу жасап шақырып кетсең болады, өзің қатарына қосуға. Құрметті жастар, Жамбыл облысының жастары, сіздерді волонтер болуға шақырамыз. Волонтер санын көбейтейік, алдағы уақытта бір жұмыс жасауға қолдау көрсетейік. Және біздің осы жыл волонтерлар жылы деп жарияланғаны бізге өте көп пайдасын тигізді. Біздің еңбектеріміз бәрі еленіп жатыр және көрсетіліп жатыр. Бізге қолдау көрсеткен жастар басқармасы алғыс білдіреміз. Бізге әрқашанда көмек көрсетіп, қолдау беріп жатады. Рахмет, барлықтарыңызға қатысқандарыңызға, келгендеріңізге. Жалпы әрқайсыларыңыздың ойларыңызға, пікірлеріңізге көп рахмет. Осымен біздің саналы толық жобамыз өз мәресіне жетті. Қош, сау болыңыздар.